Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгін информатика пәнінен жаңа тақырып өтеміз. Сабақтың тақырыбы анимация құру. Оқу мақсаты алгоритмді сөз түрінде ұсыну, ойын ортасындағы программалау кезеңінде нысандар анимациясы мен оқиғаларды құру. Жаңа ұғымдармен танысайық. Анимация animation. Нысанның қозғалысы немесе өзгерісін қозғалыстың әртүрлі кезеңіне сәйкес кескіндер тізбегін экранда жылдамдата көрсету арқылы дене қозғалысы динамикасын экранда бейнелеу тәсілі. Анимация термині латынның anima жан сөзінен шыққан жандану, тірілу деген мағынаны білдіреді. Анимация құрудың екі жолы бар. Біріншісі, дайын суреттерді қолдана арқылы анимация жасау классикалық әдіс деп аталады. Классикалық әдіс сурет файлдары арқылы жасалады. Екінші жол, компьютерлік ойындарды жасау кадрлық анимациялар деп аталады. Scratch бағдарламасында анимация құру үшін келесі блоктарды қолданамыз. Движение, қозғалыс блогы. Бұл жерде біз кейіпкерді қозғалту үшін қолданатын командалар берілген. Контроль, басқару блоктарын қолданамыз. Енді балалар, Scratch бағдарламасында марғау мен күшікке анимация құру жолдарын қарастырайық. Ол үшін біз Scratch бағдарламасын іске қосамыз, кейіпкерлер таңдаймыз. Бірінші кейіпкер бізде спрайт 1 марғау, екінші кейіпкеріміз спрайт 2 күшік. Сахнамызға фон қоямыз. Фонды орнатқаннан кейін спрайтқа біз скрипт жазамыз. Ол үшін алдымен движение, қозғалу блогынан таңдаймыз скрипттарды және басқару управление. Келесі спрайт 2, екінші кейіпкерімізге движение, қозғалу блоктар және управление, басқару блоктарынан командалар таңдап, осылай құрастырамыз. Нәтижесін көрейік. Ол үшін біз жасыл жалауға басамыз. Мұнда бізде марғау күшіктен қашу керек. Жолдары. Міне балалар, біз анимация қалай құрастыру керек, нәтижесі қалай шығатынын қарастырдық. Енді ары қарай сіздерге келесі тапсырма беріледі. Скриптті қарастырып, алгоритм құрыңыз. Бізде мына тапсырмада скрипттер берілген, бағдарлама интерфейсі көрсетілген. Осы скрипттарға байланысты сөздік алгоритмді құрастырамыз. Келесі екінші тапсырма компьютермен жұмыс. Шарттарды ескере отырып, су асты әлемі тақырыбында жоба құрыңыз. Мұнда қандай шарттар берілген? Бірінші шарт, акула балықтарға шабуыл жасайды. Екінші шарт, егер акула балыққа тиетін болса, онда көлемі үлкейеді. Теңіз шаяны теңіз түбіне жорғалайды. Бос орын пернесін басу арқылы жоба аяқталады. Осы тапсырманы балалар біз компьютерде Scratch программасын қолданып орындаймыз. Балалар, енді бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін мына тапсырманы орындайық. Сөйлемді аяқтаңыз. Жаңа ұғым бойынша бізге сөйлемдер берілген. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қоямыз. Жақсы, тексерейік. Мұнда қызылмен қойылған сөздер дұрыс жауаптарды білдіреді.
Анимация нысанын қозғалысы немесе өзгерісін, қозғалыстың әртүрлі кезеңіне сәйкес кескіндер тізбегін экранда жылдамдата көрсету арқылы және қозғалысы динамикасын экранда бейнелеу тәсілі. Анимация термині латынның anima, жан сөзінен шыққан, жандану, тірілу деген мағынаны білдіреді. Жақсы балалар, үй тапсырмасы 26 тақырыпты оқу, 6 тапсырманы орындау. Сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.